Облыстық білім басқармасының Жамбыл Дарыны аймақтық ғылыми практикалық орталығы және Шерхан Мұртаза атындағы халықаралық Тараз инновациялық институтының ұйымдастыруымен мектеп оқушыларына арналған робототехникалық роботек Гранд Тормент республикалық турнирінің екінші облыстық кезеңі өтті. Турнирдің мақсаты роботтарды құрастыру және бағдарламалау, инженерлік ғалымдар, инновациялық білім беру технологиялар саласындағы дарынды оқушыларды анықтап, робототехника бойынша республикалық, халықаралық чемпионаттарға қатысу үшін облыстың үздік оқушыларын және құрама командаларды қалыптастыру. Бүгінгі күні Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының Жамбыл Дарыны аймақтық ғылыми практикалық орталығының ұйымдастыруымен роботек республикалық турнирінің облыстық кезеңі ұйымдастырылуда. Аталған турнир Шерхан Мұртаза атындағы халықаралық Тараз инновациялық институтының серіктестік қолдауымен ұйымдастырылуда. Турнирдің басты мақсаты балалардың ғылыми-техникалық шығармашылығын ілгерілету, инновациялық қызметті танымал ету, білім беруде робототехника саласындағы озық тәжірибелермен алмасу. Бүгінгі күні аталған байқауға Жамбыл облысының әрбір ауданынан, Тараз қаласынан және мамандандырылған мектептерден 71 команда, 140 оқушы қатысуда. Робототехникалық турнирге аудандық Тараз қалалық білім беру ұйымдарынан және облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектептерден 130-дан астам оқушы қатысуда. Солардың бірі Диас Сәткен. Дарынды балалар номинация интернатына келдім. Және мен келген жарысы категория бойынша келген квадро 25-ке 25. Тағы не айта кетсем, бұндай жарыстар көп бола берген бізге де жақсы, өзіміз Қазақстан дами береді. Роботек Гранд Тормент республикалық турнирінің екінші облыстық кезеңінің қорытындысы бойынша бірінші орынды иеленген 7 жеңімпаз командалар ағымдағы жылдың мамыр айында Астана қаласында өтетін турнирдің республикалық кезеңіне жолдама алады. Айолым Шнасилова, Ерболат Жақаш, 77 News.